Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Егзекова Анара Тлеулесовна. ALT University'де энергетика кафедрасының қауымдастырылған профессорымын. Қазіргі таңда мен Берлин қаласында тағылымдамадан өтіп жатырмын. Бұл сапар мен үшін жеке тәжірибе ғана емес, ALT University студенттері үшін жаңа білім мен халықаралық тәжірибе алып келудің мүмкіндігі. Тағылымдамам Еуропаның беделді оқу орындарының бірі Гумбольдт университетінде өтуде. 1810 жылы құрылған бұл университет ғылым мен инженерия саласында жоғары академиялық деңгеймен танымал. Мұнда теория мен практика қатар дамиды. Менің зерттеу бағытым жаңартылған энергия көздері, смарт-грид жүйелері және тұрақты энергетика. Германия бұл салада әлемдік көшбасшылардың бірі. Ең маңыздысы, нақты жұмыс істеп тұрған технологияларды өз көзімен көру және олардың қалай жүзеге асырылатынын түсіну. Тағылымдама аясында біз Siemens Energy компаниясына бардық. Мұнда экологиялық талаптарға сай жаңа буын энергетикалық шешімдер енгізілуде. Ал Фельдхейм ауылында жел, күн және биогаз арқылы толық автономды энергия жүйесінің жұмысын көрдік. Бұл тұрақты дамудың нақты үлгісі. Дәрістер, ғылыми семинарлар, зертханалық жұмыстар және профессорлар мен жеке консультациялар барлығы заманауи ғылыми әдістерге негізделген. Бұл тәжірибе білім мен беру сапасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Сапар барысында Қазақстан Республикасының Германиядағы елшілігінде ресми кездесу өтті. Бұл халықаралық академиялық ынтымақтастықты нығайту жолындағы маңызды қадам. Мұнда алынған білім мен тәжірибені ALT University оқу үдерісіне енгіземіз. Біздің студенттер әлемдік стандарттарға сай білім алуы тиіс. ALT тек білім беретін университет емес, ALT үздіксіз дамитын және болашаққа бағытталған университет.